Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Өркен медиа арнасында кешкі жаңалықтар легі және студияда мен Толқын Баталова. Алдымен басты жаңалықтарға тоқтала өтсек. 22 жылдан кейінгі жөндеу қалалық мешіт күрделі жөндеуден өтті. Осы күндерге біздің дайындығымыз қызу жүріп жатыр, мешітімізде жөндеулер жүріп жатыр. Балқаштықтардың айлығы қанша, осындай ақпаратпен тұрғындар бөлісті. Қаншамалы жұмыс дейді ғой. Қара терге түсіп, например, өзімде мен фабрикада істеймін. Мен тоже 100 мыңдай аламын, жалақы аз бізде. Еске алуға арналған волейбол бүгін тұрғындар білікті ұстаз Майя Мырзабекованы еске алды. Өзінің спорты жолын 10-шы мектепте 5-ші сыныптан пионерболдан бастаған. Осы және өзге де қала жаңалықтары бірер сәттен кейін. Қоғам арасында үлкен дауға айналған жер мәселесінен кейін министрлер ауыса бастады. Бұдан бұлай ұлттық экономика министрлігін Қуандық Бишімбаев атқаратын болса, ауыл шаруашылығы министрлік міндетіне Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары қызметін атқарған Асқар Мырзахметов тағайындалды. Ал мұндай өзгерістер жер кодексін жалпақ жұртқа дұрыс түсіндірмегендіктен орын алуда. Соның салдарынан қарапайым халық ата-бабадан қалған мұраны шетелге сатудан қорқып, жағаларын ұстаған еді. Алайда ешқандай заңда қазақ елінің жері өзге елге сатылады делінбеген, тек жалға беріледі деп жазылған. Десе де мұндай заңның өзіне ендігі жылға дейін мораторий жарияланды. Ал бұған балқаштықтар не дейді? Шын мәнісінде осындай әртүрлі сұрақтардың тууы ол болуға тиісті. Өйткені жер біздің ата-бабамыздың мұрасы, жер байлығымыз. Ал енді жер туралы баптарда оның тармақтарына көз салып отыратын болсақ, оның баптарында жер байлығы, су байлығы, өсімдіктер, жануарлар, табиғат ресурстарының барлығы мемлекет иелігінде. Бірақ кейбір жерлер Қазақстан азаматтарына меншікке де берілген. Ал шетел азаматтарына жер сатылады деген қауесет, оған сенудің қажеті жоқ. Негізі мынау жер мәселесімен көтерілген сұрақтарға мораторий жарияланған ол өте дұрыс деп санаймын. Неге десе қазіргі уақытта осы халыққа түсіндіру керек. Кейбір осы политикамен, насихатпен төңірегінде жүрген оппозиция сияқты енді қауымдар өте осындай сұрақты көтеріп, жер ана, оны сатуға болмайды деген, осындай жаңа шетелдіктерге сатуға болмайды деген сөздер көтеріп жүр. Ол қазақша айтқанда бүйректен сирақ шығарып, бүлік салып, енді ауыз бірлігімізге сондай бір енді қарсы жұмыс істеп жатыр деп өзімше ойлаймын. Негізі ол дұрыс емес. Ешкім жерімізді сатпайды, заңда ол жоқ, конституцияда жоқ, жер кодексінде ол жоқ. Сондықтан да оны жаңағы елбасы ойлап кеп жаңағы айтты. Мораторий. Осы жылдың аяғына дейін, келесі жылға дейін мораторий салынсын. Жаңағы бүкіл жер мәселесі туралы, жер төңірегінде көтеріп жатқан сұрақтарға түсінік беру үшін, халыққа түсіндіру үшін осындай мораторий жарияланды. Мораторийдің бұл енді бір жағынан кішкене уақытқа бізге уақытымызды ілгері жылжуға кедергі болып тұр. Бізге тез-тез жылжып, жаңағы 100 қадамды елбасының жариялаған бағдарламасын іске асыруымыз керек. Көптен күткен жаңары осыдан 22 жыл бұрын бой көтерген қалалық мешітке күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Соңғы рет 1994 жылы әктеліп салынған ғимаратты мамандар биыл жаңартты. Олар 7 айдың ішінде мешіттің үлкен залын жөнге келтірді. Қабырғаларды сылап, аяқ астындағы кремдерді ауыстырды. Сондай-ақ әйелдер бөлмесі мен асханаға толық жөндеу жұмыстарын жүргізді. Бір қуантарлығы қалалық мешітте неке залы пайда болды. Енді жас отау иелері некелерін бұрынғыша кіреберісте емес, әдемі бөлмеде қиятын болады. Және осындай жөндеу жұмыстарына мешіттің бюджетінен 750 мыңға жуық ақша бөлінген. Қалғандарына Қарағанды мен Теміртаудың кәсіпкерлері демеушілік көрсеткен екен. Ал мұнда өзгерістердің барлығы алдағы Рамазан айына дайындықтың негізінде іске асуда. Ережеп айы бүгінгі таңда аяқталып, қазіргі таңда 8 мамырдан бастап Шағбан айы басталды. Осы аралықтарда Рамазан айына дайындық жүргізіліп,
осы мешітімізде тазалық иманның жартысы демекші, осы мешіттерімізде тазалық жөндеу жұмыстары жүріліп, Рамазан айы 6 маусымнан бастап 5 шілде аралығында өтеді. 6 шілде күні айттың бірінші күні болып есептеледі. 6, 7, 8 шілделері Рамазан айтын күндері болып есептеледі. Осы күндерге біздің дайындығымыз қызу жүріп жатыр. Мешітімізде жөндеулер жүріп жатыр, және де әлі де жөндеулер жүру керек. Кеше яғни 10 мамыр күні күллі христиан дінінің өкілдері ата-ананы еске алу күнін атап өтті. Тұрғындар зират бастарына барып, туғандарын еске алып, діни рәсімдерін жасады. Алайда бұл күннен кейін зираттың маңы танымастай кейіпке енді. Келушілер өздерінің ішкен жегендерін, күл қоқыстарын сол жерге қалдырып кеткен. Ал бұл мерекенің таза өтуіне барлық балқашықтар атсалысқан болатын. Әр сенбі, бейсенбі күндері студенттер мен тұрғындар зират маңдарын жинап, сынған темірлерді жөнге келтірген еді. Мы в рамках этого двухмесячника мы полностью эту территорию. Біз 2 айлық тазалық жұмыстары кезінде зират маңдарын жөнге келтірдік. Ол жаққа тұрмыстық қалдықтарды адамдар тастамас үшін арнайы қоршау жасадық. Қазіргі күні ол жерде полиция қызметкерлері тексеріп жүр. Алайда кешегі мерекеден кейін ол жақ қайтадан шашылып қалды. Балқашықтар айына орта есеппен 120 мың теңге жалақы алады. Бұл статистика департаменті ұсынған мәлімет. Оған сүйенетін болсақ, біздің қала облыс бойынша 4-ші орында. Алда Сәтбаев жезқазған және Қаражалы бір қызығы еңбекақы көлем бойынша Балқаш тұрғындары қарағандылықтар мен теміртаулықтарды артта қалдырып отыр. Ал ең аз жалақы алатындар Ұлытау ауданының тұрғындары. Мамандар ұсынған ақпарат бойынша жұмыскерлердің табысы өткен жылмен салыстырғанда 9%-ға ұлғайған. Еңбекақы әсіресе экономикалық қызметпен айналысатын кәсіпорындарда өскен. Сондай-ақ техника мен ғылым саласы да осы тізімде. Өнер саласы да кенде емес. Мысалы, түрлі ойын-сауық орталықтары мен демалыс кешендеріне қызмет ететін тұрғындардың айлықтары 2016 жылдың 1-ші тоқсанында 48-де 3%-ға көтерілген. Ал балқашықтардың бұл статистика жөнінде пікірі қандай? Олардың ойынша қаламызда жұмыскерлер мен қызметкерлердің орташа жалақысы қанша? Өздері қанша еңбекақы алады? Ол туралы сауалнама айдарында. Енді онда стабильный доход жоқ қой, 19 средний жоқ. Ең средний 80-75 мың шығар. Аз емес пе, 119 мың? Аз деп ойлайсыз? Конечно, аз ғой. Қаншамалар жұмыс істейді ғой. Қара терге түсіп, например, өзімді мен фабрикада істеймін. Мен тоже 100 мыңдай аламын, но жалақы аз бізде. 50-60 шығар. Сіз өзіңіз қанша аласыз? Мен 45-50. Бар ғой алатын. Главный цехтағылар алады ғой. Жоқ, басқалары кішкене төмені. Ондай ақша алмайды. 60 мың сондай алады шығар. Мүмкін. Қазіргі сол статистика бойынша мен аса келіспеймін. Себебі қазір балқашықтардың бәрі енді максимальный енді 101 дем алатын болса, орташа есептегенде 70 болады. Кейбіреуінікі даже 40 мыңда болады. Мысалы, өз зарплатамды алып қарайтын болсақ, бізде сол орташа есеппен 70-80 сондай зарплат аламыз. Мен де келісемін, негізі орта есеппен сол 60-70 мыңның көлемінде орта есеппен зарплат алады балқаштықтар. 119 Жоқ, 119 мың дегенге келіспеймін. Мен де может заводта, и то заводта, мысалы, ыстық цехтардың өзінде де олай алмайтын шығар. 119 мың деген ондай ақша жоқ қой. қанша болады? Енді елдерді среднем 60 мың ғой. 50-60 мың ғой. Мен өзім 80 мың аламын. Жерлестеріміз шетел аренасын бағындыруға кетті. Бүгінен бастап Балқашқа танымал кикбоксшылар Жомарт Үсен мен Данияр Орал әлем кубогінде таразыға түседі. Олар 7 күн бойы Венгрия елінің Будапеш қаласында Қазақстан намысын қорғайтын болады. Онда 10 жылдан бері кикбокстың қыр-сырын меңгерген Жомарт 63 келі салмақ дәрежесінде додаға түссе, Данияр 51 келіде ел атынан шығады. Айта кетейік, Данияр 6 жылдың ішінде 27 кездесу өткізіп, оның 24-ін жеңіспен аяқтаған. Біздің спорт кешеніміздің жаттықтырушылары Үсен Жомарт және Орал Данияр екеуі биыл әлем чемпионатына кетті, әлем кубогына. Осы жарысқа дейін олар жақсы тыңғылықты дайындалып, жақсы настроймен кетті, жақсы өнер көрсетті деп ойлаймыз. Былтыр дәл осындай сайысқа олар барамаған болатын, Индияда болған қаржылық жағдайына байланысты.
Ұстазға құрмет, бүгін Балқаш гуманитарлық техникалық колледжі Майя Мырзабекованы еске алды. Білікті ұстаздың құрметіне арнап волейболдан қалалық жарыс ұйымдастырылды. Майя Қасымқызы көп жылдар бойы аталмыш оқу орнында дене шынықтыру пәнінен сабақ берген. Волейболдан қыздар құрамасында дайындаған, ал оқушылары болса түрлі деңгейдегі жарыстардың жеңімпазы. Екі шәкірті спорт шебері атағының иегері. Майя Мырзабековы Балқаш гуманитарлық техникалық колледжінде 20 жылдан астам қызмет еткен. Өз ісінің маманы бола білген педагог өкінішке орай 46 жасында көз жұмды. Өзінің спорттық жолын 10-шы мектепте 5-ші сыныптан пионерболдан бастаған. Мектепте пионерболдан одан волейболға ауысты. Қалалық спорт ұжымдарында, командаларында қатысты, облыстық жарыстарға қатысты. Қалада өтетін жарыстардың көбісіне төрелік етті. Ал еске алу турнирінде 6 команда қатысты. 3 құрама мектеп оқушыларынан тұрса, 3 құрама студенттерден құралды. Барлығы да қалалық спартакиаданың жүлдегерлері. Олар өзара мықтыларды анықтап финалдық кездесулер өткізді. Оның нәтижесі бойынша Балқаш гуманитарлық техникалық колледжі жеңімпаз атанды. Ал 2-3 орын медициналық колледж бен нөмір 15-ші мектепке бұйырды. Және үздік командаларға ақшалай сый табысталды. Айналмалы түрде өткендіктен бүгінгі командада 6 команда болып жатыр, сондықтан 5 ойын өтеді. Командалардың ішінде 10-шы мектеп, 16-шы мектеп және 15-ші мектеп қыздар арасында. Одан кейін колледждар ішінде БГТК командасы, БМПК командасы және де Балқаш медициналық колледж командасы ұйымдастырылған. Бүгін жаңалықтарымыз осындай. Алда орыс тіліндегі жаңалықтар легі күн сайын кешкі сағат 20:00-де біздің арнамыздан жаңалық күтіңіздер. Айымыз нұрлы, күніміз шуақты болсын.